Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді табада пісетін торттың рецебін ұсынамын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: 1 банка сгущенка, 1 немесе 2 жұмыртқа, 450 грамм ұн және 1 шай қасық қопсытқыш керек болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны және сгущенканы салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымыздың жартысына қопсытқышты қосып, еліктен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Рецепте көрсетілген ұннан артық ұн салмауды ұсынамын, өйткені тортыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Егер қолыңызға қатты жабысып жатса, кішкене ұн қосып жіберуге болады. Мінекей осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 8 бөлікке бөлдім. Ұн сеуіп, қамырымызды қалыңдығы 3-4 мм болатындай етіп жайып аламыз. Осылай тарелканың көмегімен қамырымыздың жан-жағын кесіп аламыз. Шетінде қалған қамырларды қайта илеп, қайтып жайып пісіруге болады. Енді қызып тұрған табамызды майлап, корждарымызды пісіреміз. Шамамен 2 минутта пісіп жетеді, өте тез піседі. Қарап тұру керек, күйіп кетпес үшін. Мінекей достар, біздің корждарымыз дайын болды. Енді кремін жасаймыз. Мен қаймақты крем жасадым. Ол үшін бізге 20% қаймақ, 50 грамм қант ұнтағы және осындай загуститель қоссаңыз да болады. Жалпы бұны қосу міндетті емес. Ең алдымен енді ыдысымызға қаймақты және қант ұнтағын салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Ең астына үлкендеу корждарымызды салып, үстіне крем жағып, келесі корждарымызды дәл осылай қайталаймыз. Арасына банан немесе киви қойсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Торттың ең үстінен осылай шоколадты глазурь жасап құйып шықтым. Сіздер қалағанша безендіре берулеріңізге болады. Тек қана кремнің өзін жағып, үстінен жемістермен де безендіруге болады. Шоколадты глазурьдің рецептісін менің каналымнан таба аласыздар. Крем жағып болған соң тортымызды мұздатқышқа 3-4 сағатқа қоямыз. Мінекей достар, біздің тортымыз дайын болды. Енді пышақпен кесіп көрейік. Достар, менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.